Күндердің күнінде бір адам Мұса алейхиссаламға келіп, «Ей Мұса, мен үшін бір дұға етсеңіз жануарлардың тілін түсінетін болайын. Олардан өзіме сабақ алып, жақсы адам болар едім» деп өтінеді. Сонда Мұса алейхиссалам, «Сен үшін осы халың қайырлы, көтере алмайтын жүкті арқалауға тырыспа» деп жауап береді. Бірақ әлгі адам айтқан тілді алмай, қайтпай тұрып алады. «Ей Мұса, нең кетеді? Ең болмаса есігімнің алдындағы ит пен қоразымның тілін түсінетін болайын» деп жалынады. Соңында Мұса алейхиссалам дұға етеді. Әлгі адам қуанып үйіне қайтады. Ертеңіне қызметшісі дастархан даярлап жүргенде қолынан нан түсіп сыртқа домалап кетеді. Қораз жүгіріп келіп нанды шұқып жей бастайды. Оны көрген ит, «Ей қораз, істеп тұрғаның дұрыс па? Сен бидай, арпада жей аласың, мен болсам наннан басқа нәрсе жей алмаймын. Сен не үшін менің ризығымнан жейсің?» деп қоразға ашуланады. Қораз, «Дұрыс айтасың, бірақ сен абыржыма, ертең қожайынның есегі өледі, сонда сен де жақсылап тоясың» дейді. Мұны естіген адам дереу есегін сатып жібереді. Ертеңіне не айтар екен деп тағы да итпенен қоразын тыңдауға кіріседі. Ит қоразды жазғыра бастайды. «Есек өледі, менің қарным тояды дегенің қайда?» дегенде қораз, «Есек өлді, бірақ басқа жерде өлді. Бірақ сен еш абыржыма, ертең ат өледі, нағыз тоқшылықты сонда көресің» дейді. Адам дереу атын сатып жібереді. Жануарлардың тілін білгені өзі үшін олжа болғанын ойлайды. Ертеңіне тағы барып ит пен қоразды тыңдайды. Ит тағы қоразды сөге бастағанда қораз, «Мен өтірік айтқаным жоқ. Ат өлетін еді егер қожайын оны сатып жібермегенде. Бірақ сен еш қам жеме, ертең қожайынның ең қадірлі қызметші құлы өледі, халыққа ас беріледі, бәріміз де тоямыз» дейді. Мұны естіген адам, қызметші құлын да сатып, тағы да тыңдауға келеді. Бұл жолы ит қатты ашулы еді. Қанша күннен бері алданып жүргенін айтқанда, қораз, «Мен өтірік айтпадым. Құл өлді, бірақ басқа жерде өлді. Өйткені иеміз оны сатып жіберді. Бірақ одан еш пайда көрмеді. Өйткені бірінші бәле есегіне келіп, содан иеміз бұл бәледен құтылар еді. Оны сатқанында бәле атқа келді. Атын сатқанда бәле құлына келді. Құлын да сатқан үшін енді бәле өзіне келді. Ертең иеміз өледі, осылай бәріміз де тоямыз» дейді. Мұны естіген адам өкініп, ақымақ басын сабалай жөнеледі. Бірақ болар іс болған еді. Әбу Мүслим Хавлани хазреттері бір жиында отырғанда, еркектер өзара әйелдерінен шағым айтып жатады. Отырғандардың бірі, «Сізден үн шықпағанына қарағанда әйеліңіз мінсіз шығар, мінезі жақсы шығар» дейді. Әбу Мүслим басын шайқап, «Жоқ, оның да өзіне тән мінезі бар, тіпті кейде ашуланса қып-қызыл долыға айналады» дейді. Жиындағылар, «Олай болса, қалай шыдап жүрсіз?» деп таңданады. «Мен әдісін жақсы білем» дейді хазірет. Отырғандардың бәрі, долы адаммен ұрыс-керіссіз өмір сүрудің әдісі қандай екен деп сұрақтың астына алады. Хазіреті Әбу Мүслім, «Аллаху Тағала адам пайғамбарды топырақтан жаратқанда денеге алдымен ақылды берді. Ақылды адам болды. Кейін ашуды жаратты. Оған адам алейхиссаламның денесіне кіруін әмір етті. Ашу, мен бұл денеге кіре алмаймын. Өйткені мұнда ақыл бар. Ақыл мен екеуміз бір жерде бола алмаймыз» деді. Аллаху Тағала, «Сен сонда да денеге кіруге тырыс. Ақыл сенің келгеніңді көргенде өзі-ақ денеден шығып кетеді. Орны саған қалады» дейді. Демек, денені ашу басқарған жағдайда оны долыға, яғни қып-қызыл жындыға айналдырады. Біз әйелім екеуміз бір ауыздан мынаған келістік. Ақыры ашу келгенде, ақыл кетіп адам жындыға айналар екен. Олай болса, үйде кім ашуланса, ол жынды деген сөз. Ал жынды мен жынды болудың, салғыласудың пайдасы жоқ екені айтпаса да белгілі. Мен ашуланған жағдайда сен сөз қайтармастан, сабырлық танытып мәміле етесің. Өйткені мен ол кезде жынды боламын. Ақыл есім орнына келгенге дейін, сен сабырмен, ақылмен мәміле ет. Әрине бұл сабыр маған да тиісті. Кейде әйелімнің де ашуланған кезі болады. Бұл жолы сабырлық ету кезегі маған түседі. Әйелімнен шағымданбауымның, тіпті әйеліммен қарым-қатынасымыздың жақсы болуының себебі осы. Сендерге айтар кеңесім, сендер де жынды мен сабыр әдісін қолданыңдар.
Бірің ашуланып, жындының рөліне кіргенде, екіншің сабыр рөліне кіріңдер. Сонда ұрыс керіс басталмай жатып тоқтайды. Ашу тарқағанда артық кеткеніне өзі кешірім сұрайды, өзіне сөз қайтармай, сабырмен мәміле етуінен оған өзін қарыздар сезінеді, алғысы, мейірі артады. Осылайша бақытты тұрмысқа себеп болады. Хазірет Юсуф пен бауыры Буниямин аналарынан айырылғаннан кейін әкелері Хазіреті Яқуб оларға басқа ұлдарынан да көп көңіл бөле бастайды. Ағалары бұл халды көріп, қызғаныштан жарыла жаздайды. Bir күні Юсуф ғажайып бір түс көреді. Түсінде 11 жұлдыз, және ай мен күн оған сәжде етіп, бас иіп тұр екен. Оянған соң бұл түсті әкесіне айтып береді. Балам, мәртебең үстем болады екен. Мұндай шапағатқа Аллахтың нұры түскен адамдар ғана ие болады деп жорып берген әкесі Хазіреті Яқуб бұл түсін ешкімге айтып қоймауын өтінді. Алда бір қастандық жасалар деп қауіптенген еді. Әкенің балаға деген ықыласы одан сайын арта түседі. Қалған ұлдары әкесінің махаббатын қызғанып, Әзәзілдің азғыруымен Юсуфты өлтіруді ойластырады. Хазірет Юсуфты қыдыруға алып шығу үшін әкелерінен рұқсат сұраған 10 аға серуенге шығады. Бірақ бауырларын өлтіруге қимай, құдықтың түбіне тастап кетуді ұйғарады. Керуеншілер құдыққа аялдамай өтпейтінін білетін олар Юсуфты бір құдыққа тастайды да көйлегіне қан жағып үйлеріне қайтады. Үйге жақындағанда өтірік жылай бастасады. Яқуб пайғамбар мұны естіп, не болды, Юсуф қайда деп сұрайды. Олар қанды көйлекті көрсетіп, жарысқан болатынбыз, Юсуф киімдерімізге қарап қалған болатын. Оны қасқыр жеп кетіпті дейді. Хазірет Яқуб жылап, қанды көйлекті бетіне, көзіне сүртеді. Онда ешқандай жыртықтың жоқ екенін көріп, оны қасқыр жемегенін түсінеді. Бұл арада жас Юсуф тасталған құдықтың қасына бір керуен келіп қонақтайды. Олардың бірі құдыққа шелек тастайды. Хазірет Юсуф шелекте жабысып сыртқа шығады. Керуендегілер оны Мысырға апарып құл базарына шығарады. Жүзінен нұр төгіліп тұрғандықтан барлығы оны сатып алғысы келеді. Оны Мысыр билеушісі Рияның қазынашысы Азиз сатып алады. Азиздің әйелі Злиха жас болатын. Хазірет Юсуфтың көркемдігіне, жүзіндегі пайғамбарлық нұрға барлық адам таң қалатын. Бұл жағдай Злиханың оған ғашық болуына себеп болды. Злиха бір күні Хазірет Юсуфты қасына шақырады. Қанша сәнденсе де Хазіреті Юсуф оған көңіл аудармайды. Ғашықтықтан нәпсін тыя алмаған Злиха Юсуфтың көйлегінің артынан ұстап, тартып қалғанда киім жыртылады. Осы сәтте қазынашы Азиз болған оқиғаның үстінен келіп қалады. Злиха мені масқаралап, зинаға шақырды, зорлық қылды деп Юсуфты кінәлап, оны зынданға тастатуға бұйырады. Азиз қазыларға барғанда көйлек алдынан жыртылса Юсуф, артынан жыртылса Злиха кінәлі екенін айтады. Злиханың кінәлі екенін біле тұра қазынашы ел аузына тарап кетуден қорқып, Юсуфты зынданға тастайды. Өсек түбі тарамай қоймайды. Bir күні Злиха бір топ әйелдерді қонаққа шақырып, жеміс туратып қояды. Және осы сәтте Юсуфты зынданнан алдырып, олардың алдарынан жүріп өтуді бұйырады. Хазірет Юсуф өтіп бара жатқанда, аһ ұрып, сұлулығына қайран қалған әйелдер жеміспен қоса саусақтарында турап тастағандарын сезбей қалады. Злиха өсекші әйелдерге шындықтың бетін ашып береді. Расында да оны мен азғырдым. Сұлулығына телміріп нәпсімді тия алмадым деп мойындайды. Кейіннен Аллахтың әмірімен Юсуф зынданнан шығады. Сыртқы сұлулығымен ғана емес, екі есе ішкі сұлулығымен ерекшеленетін Юсуф пайғамбарымыз туралы қасиетті Құран кәрімнің 12-ші Юсуф сүресінде айтылады. Юсуф Злиха жырында да бұл оқиға толық баяндалады.